Сәлем достар, бүгін біз сіздермен брауни дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, сүт, ұн қажет болады. 2 жұмыртқамызды осылай салып, ыдысқа салып, үстіне сүтімізді, сұйық майымызды құйып миксерлейміз. Одан кейін ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді бөлек ыдысқа араластырып алып, осының үстіне қосамыз. Начинкасына творог саламыз. 1 жұмыртқа, секер және ұн қосамыз кішкене. Кондитерский мешокқа творогымызды салып алып, бетіне жағатын боламыз. Міне достар, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз.